Бәрекелді. Және де біздің өзіміздің жергілікті мінекей әнші кезінде мынау қазақтың қара домбырасымен барша қазақ еліне танымал болып, қазір енді актриса қызметімен және әнші қызметімен жүрген біздің Жанар Айжанова. Әлгендерді өз шақырып біліп отыр бәрі. Бәрекелді. Сонымен қатар және де біздің тағы бір керемет Россиядан әншіміз келіп отыр. Осында Юрий Шатунов. Қошемет береміз. Юрий Шатунов. Және де Өзбекстаннан актерлер. Ол кісі күніге осы қабылдау үйінде, оңтүстік қабылдау үйінде тойда. Бірақ ұстатпайды. Бүгін біздің ағаларымыз қай жақтан тауып алғанын білмеймін, бұл кісіні қалай келіскен білмеймін, қанша ақшаға келіскен білмеймін. Өзбекстанның жұлдызы, Қазақстанның жұлдызы, Юлдыз Оспанова ханым. Бәрекелді. Және де Валерий Леонтьев келіп отыр. Қазақстанға келем деп шашты қысқартып, осы керемет болып келіп отыр бүгін. Өзіміз танымай қалдық, шын айтқанда. Сонымен қатар енді мынау қазақтың тойдың жұлдызы бір кісі келіп отыр еді. Бұл кісі бұлай теледидардан қарасаң бойы кішкентай сияқты көрінеді. Әжептәуір бойы бар екен, өзіміздің жергілікті әнші, тойдың гүлі Заттыбек Көпбосынұлы. Ал енді мен кезекті Нұрлан Өнербаев мырзаны шақырып микрофон тұстаймын. Нұреке, алдарыңызда Нұрлан Өнербаев, қарсы алыңыздар, қошеметтеріңіз. Барған жоқ қой. Мына Алла Борисовна ханыммен билеген Заттыбек мырзаға шетінай арман жоқ қой деп қояды. Алла бұлдашы өміріне амаларын бене бермей. Сондықтан Нұреке, мінекей жүрген жеріңіз той мереке. Мынаны арнайы өзіңізге сыйымыз, қабыл алыңыз. Үлкен жүрекпен беріп жатқан сыйымыз. Құда қаласа немере шебер қазір мода болды ғой, балдар айналып тұратын. Өзімде жүреттік қосаңшы. Нұреке, рахмет. Ал енді келесі әншіміз енді алыстан келген әншілер кезек берейік. Алла Борисовна Пугачева. Қалаңыздар! Он тогда продал свой дом.
Thank you.